Синоптиктер Алматы, Астана және Шымкент қалалары бойынша алдағы үш күнге 21-23 желтоқсан аралығына арналған ауа райы болжамын жариялады деп хабарлайды Закон KZ. Сәлеметсіз бе? Қазақстандағы соңғы ресми жаңалықтарды бірінші болып білу үшін лайк түймесін басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Астана, 21 желтоқсан. Аспан бұлтты, түнде қар жауады. Күндіз жауын-шашын, жаңбыр, қар болады. Қар ұшқындап, жаяу бұрқасын жүреді. Көктайғақ болады. Ауа температурасы түнде -6, -8 градустан, күндіз 0, -2 градус. 22 желтоқсан. Аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде -1, -3, күндіз 0, -2. 23 желтоқсан. Күн райы құбылмалы. Аспан бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде -3, -5, күндіз -1, -3 градус Цельсий. Алматы, 21 желтоқсан. Аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз, түнде тұман болады. Ауа температурасы түнде -5, -7, күндіз 0, -2. 22 желтоқсан. Аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде -5, -7, күндіз +3, +5 градус. 23 желтоқсан. Аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде -2, -4, күндіз +8, +10 Цельсий градус. Шымкент, 21 желтоқсан. Аспан бұлтты, күндіз жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман болады. Ауа температурасы түнде -4, -6, күндіз +4, +6 градус. 22 желтоқсан. Аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман болады. Ауа температурасы түнде -2, -4, күндіз +6, +8 градус. 23 желтоқсан. Аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде 0, -2, күндіз +8, +10 Цельсий градус.